Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Өте оңай жасалатын лаваштан рулет жасадым. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Оңай әрі бар затпен жасалатын болады. Ол үшін бізге кез келген лаваш жарай береді. 3 бұрышты, 4 бұрышты немесе домалақ күйде. Менде осы бар заттармен жасайтын боламын. Сіздер қалауыңыз бойынша кез келген затпен жасай бересіздер. Укропты жақсылап турап аласыздар. Майонезге саламыз. Чеснокты езіп алыңыздар. Егер чеснокты ұнатпасаңыздар да аздап болса да салыңыздар. Дәмі ерекше болады. Араластырып аламыз. Менде осындай краве палшки бар екен, оны да өткіштен өткізетін боламыз. Өткізіп алдық. Қиярымызды өткіштен өткіземіз. Бәрін өткіштен өткізіп алатын боламыз. Сіздерде не бар, өздеріңіз нені ұнатасыздар, колбаса болсын, сәбіз болсын, кез келген затты пайдалансаңыздар болады. Жұмыртқамызды өткіземіз сарысымен бірге. Егер ұнап жатса, менің жасаған заттарым менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар, достар. Қолдап қойыңыздар. Кез келген сырда жарай береді. Менде бар заттар осылармен жасайтын боламын. 2 лавашты мен 4-ке бөліп алдым. Майонезді жұқалап жағатын боламыз. Қалың болып кетпесін. Майонездің дәмі шығып кетеді. Краве палшканы жайып алатын боламыз. Екінші қабатын тағы да төсеп жаятын боламыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша 2 немесе 3 өздеріңіз қалағандарыңыз бойынша жая бересіздер. Орайтын боласыздар. Мен 4-еумен көрейінші дедім. Қиярымызды жайып алдық. Енді мына үшін жаятын боламыз. Оңай әрі тез жасалады. Қонақ келген кезде лаваш болса болды. Сырымызды да жайып аламыз. 4-шісі. Жұмыртқамызды жайып аламыз. Мен осындай салат жапырағын жақсы көремін, сондықтан оны да қосып жіберуді жөн көрдім. Енді жақсылап қысып тұрып орайтын боламыз. Қаттырақ қысып тұрып ораңыздар. Енді осыны пакетке, пищевой пакетке жақсылап оны да қысып тұрып ораңыздар. Ашық жер қалмасын, шетінде орап алыңыздар. Сосын холодильникке 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Сосын кесесіздер. Екі шетінде осылай ораңыздар. Енді кесетін боламыз. Өткір пышақпен кесіңіздер. Міне осындай әдемі болып шықты. Жайлап кесіп алыңыздар. Осылай. Бір лаваштың өзі кәдімгідей 2 тарелка шықты менде.
міне осындай әдемі болып шықты. Қонақ келген кезде столға қойғанға да әдемі көрінеді екен. Сіздерге ас болсын. Лайк басып кетіңіздер. Рахмет.